Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сіздермен өтілетін сабағымыздың тақырыбы Керқұлақты Кендебай ертегісі. Сабағымызды өтпес бұрын мен сіздермен алдымен сабаққа негізделген оқу мақсатымен таныстырып өтейін. Бүгінгі сабағымызға негізделген оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портретімен іс-әрекет арқылы образын ашу. Осы мақсаттан біздің жай мақсат туындайды. Ал бүгінгі сабағымыздың мақсаты қарапайым және күрделі жоспар құру тәсілдерін меңгерте отырып, кейіпкерлерге портреттік мінездеме береді екенбіз. Бүгінгі сабаққа байланысты мен мынандай эпиграф таңдап алдым. Адамда жақсы қасиет болмаса, оған бақ та, бақыт та қонбайды дейді балалар. Сабағымыздың ең алғашқы бағдарлау мотивациялық кезеңіне тоқталатын болсақ, балалар ойланыңдаршы, ерлік ұғымын қалай түсінесіздер? Қазір дәптерлеріңізді ашып, үш сөйлем тәсілімен өз ұғымдарыңызды жазыңыздар. Мысалы, ерлік ұғымын кім қалай түсінеді, соны үш сөйлем арқылы ғана жеткізіп бересіздер. Сабағымызды бастамас бұрын сөздікпен жұмыс жүргіземіз. Керқұлатты Кендебай ертегісінде мынандай сөздер кездеседі екен. 6 айдың ішінде 6 кез ат болды. Кез дегеніміз бала 71 сантиметрге тең ұзындық өлшем екен. Ернім жалақ болды, басым таз болды. Жалақ ерінді жалай беруден жел қақтығып кебірсіген жара. Құндыз жүнді арғымат қолын туады. Құндыз салмағы 10 килограмдай өзен көлде тіршілік ететін терісі бағалы аң екен балалар. Зынданның аузы құлыптаулы. Зындан дегеніміз тұтқынға түскен адамдарды жазалау үшін жер астынан қазылған терең ор, апан, батпан. Бұл салмақ өлшемі балалар. Бір батпанда 200-300 грамм ауырлық бар екен. Кер, құла мен торының, құла сары мен жиреннің аралас түсінен болған атау екен. Сабағымыздың негізгі бөліміне тоқталатын болсақ, бүгінгі сабақта мазмұндау жоспарын құрамыз. Жоспар қарапайым және күрделі жоспар болып екіге бөлінеді балалар. Күрделі жоспарды қалай құрамыз? Бірінші, параграф мәтінін немесе оның бір бөлігін мұқият оқып шығыңыздар. Екінші, мәтінді өз ойларыңызда қайталап шығыңыздар. Мәтіннің негізгі мазмұнына, атауына сәйкес пе, соны анықтаңыздар. Материалды ой бөлшектеріне бөліңіздер, яғни мәтінді соған байланысты топтастырамыз. Төртінші, негізгі ойға байланысты әр бөлшекті атаймыз. Бесінші, жоспардың түрін, грамматикалық формасын таңдаймыз. Ол қарапайым ба, күрделі ме? Алтыншы, дәптерге жоспарды жазып, оны тексереміз. Ал келесі жоспардың түрі қарапайым жоспар қалай құруға болады? Бірінші, мәтіннің бір бөлігін мұқият оқып шығамыз. Екінші, материалды жинақтап негізгі ойға байланысты әр бөлшекті атаймыз. Үшінші, дәптерге жоспарды жазып, оны тексереміз. Қиял ғажайып ертегілерінде аңшы мергендер, алып күш иесі, қайратты жігіттермен қатар қарапайым шаруа адамдарының да ерліктері мол орын алады. Соның бір айқын мысалы Керқұлатты Кендебай ертегісі. Ертегі оқиғасы екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде Қазанғап дейтін кедейдің Кендебай атты баласының тууы, ел үшін жасаған қызметі баяндалады. Екінші бөлімде Кендебайдың ерлік істері айтылады. Ертегінің оқиғасы Кендебайдың іс-әрекеті арқылы дамып отырады. Кендебай кәдуілгі бала емес, күн сайын өсетін, 6 жылда алпамсадай жігіт болған ғажап бала. Алып күш иесі Кендебай әке шешесіне көмектесіп, шаруа қарап аң аулайды. Аң мен құс етіне Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлерді қарық қылады. Тұтқын болған Мергенбайды құтқару үшін аттанып, осы жолда 7 басты алып дәумен, жалмауызбен, ақырған арыстанмен айқасып жеңеді. Алтын құйрықты құлындарды аман алып келіп, хан қолына табыстап, жау қолында болған Мергенбай батырды құтқарып, елде қалған баласымен табыстырады.
ерлігімен танылып мұратына жетеді. Кендебайдың батырлық істері көп жағдайда оның тұлпары Керқұлаға байланысты болады. Керқұла айшылық жерге алтаттап жететін тұлпар ғана емес, ол батырдың серігі, қысылғанда адамша сөйлеп дем берер досы. Мұндай бейнелердің бәрі де ертегінің қиял ғажайып ертек екендігін танытатын сипаттар. Керқұла атты Кендебай ертегісі тілі жағынан да, көркемдік ерекшелік жағынан да елеулі ертегілердің бірі. Аз сөзге көп мағына сыйдыра айтып, бай тілмен көркем образ жасауынан мұнда халық тілінің зор байлығы толығынан пайдаланғандығы аңғарылады. Балалар, мен бейне жазбаның мазмұнын ескере отырып, сіздердің назарларыңызға мынадай күрделі жоспар құрып қойдым. Назар аударайық. Мазмұндық жоспары: бірінші, Кендебайдың дүниеге келуі. Екінші, Керқұланың тағдыры. Үшінші, Кендебай мен жетім бала. Төртінші, Кендебайдың аралға баруы. Бесінші, Кендебайдың биені күзетуі. Алтыншы, хан бұйрығы. Жетінші, Кендебайдың бұйрықты орындауы. Сегізінші, Кендебай мен ханның бір-біріне қойған шарттары. Тоғызыншы, баланың ата-анасымен қауышуы. Оныншы, Керқұла атты Кендебай батырдың елі. Енді сіздерге тапсырма. Мен құрған жоспарға қарап отырып, яғни күрделі жоспарды негіздемеге ала отырып, жоспар реті бойынша мәтіндерді бөліктерге бөліп оқып шығыңдар. Екінші тапсырма: кейіпкерді таны деп аталады. Ертегінің образдар жүйесіне талдау жасайсыздар. Бұл жерде сіздерге 3 кейіпкер берілген: Кендебай, Керқұла және Қазанғап. Осы 3 кейіпкердің жалпы образдар жүйесіне талдау жасап, дәптерге жазып шығамыз. Бүгінгі сабақ бойынша менің шешімім мынандай болды, балалар. Кендебай бойындағы қасиеттер: ол шыдамды, ақылды, кішіпейіл, қайырымды, қамқор, жанашыр. Бұл менің шешімім, балалар. Ал енді сендердің шешімдерің қандай болды? Қане, бір уақыт еске түсіріп, өз шешімдеріңді іштей ойланып айтып көріңіздерші. Жақсы. Ендеше, бүгінгі сабағымыз бойынша кері байланыс орнатып көрейікші. Бүгінгі сабақта сіздің ойыңызша қалай болды? Сонымен қатар сабақтағы маңыздылар не деп ойлайсыздар? Осы бойынша өз ойларыңызды өрбітіп, маған кері байланыс бересіздер. Сабақ бойынша үйге тапсырма: әр топ өз кейіпкерлеріне хат жазады. Бұл жерде 3 кейіпкерді алып отырмын: Кендебай, Керқұла, Қазанғап. Кейіпкерлерінің іс-әрекеттерін қолдап, немесе ақыл кеңес беріп, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Сабағымыз аяқталды, балалар. Сау болыңыздар.